Шолпан, слышно, да? Звук турно. Да, слышно. 15 грамм только проект. Громче надо поставить. Поставила. Слышно? Теперь слышно? Да, слышно. Ждем, да, кого-то? Есть? Можем начинать? Можно начинать, да? Да, думаю, можно. Саламатсыздар ма, құрметті жиынға қатысушылар. Қазақстан Республикасының табиғат қорғау заңнамасына сәйкес Алматы су мен технология жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу барысында Алматы облысы Іле ауданы Боралдай кенті номері 110/2 учаскесінде орналасқан мекен-жайы бойынша металдардың сынықтары мен қалдықтарын мыс және алюминий қорытпаларын өндіру цехы жобасы бойынша екінші санаты жобаның әсердегі бағалау рұқсат бойынша үшін материалдар бойынша қоғамдық тыңдалым өткізу ашық деп жариялаймыз. Сәлеметсіздер ма? Тапсырыс беруші Алматы Хванчан Технологи жауапкершіліктері серіктестік түсті металл сынықтары мен қалдықтарын мыс және алюминий қорытпаларын өндіруге маманданған кәсіпорын болып табылады. Кәсіпорынның өндірістік цехы Алматы облысы Іле ауданы Боралдай кенті 110/2 учаскесінде орналасқан. Жер учаскесінің жалпы ауданы 1 гектарды құрайды. Кәсіпорын қоймасына жыл сайын жалпы көлемі 6200 тонна түсті металл сынықтары қабылданады. Оның ішінде жылына 3000 тоннаға дейін мыс сынығы және 3200 тонна алюминий сынығы өңдеуге жеткізіледі. Өндірістік алаңның айналасындағы аумақтық шекаралары шығыс жағында құрылысқа арналған болат конструкциялар зауыты, солтүстік жағында номері 71-ші темір жол айрығы, ал батыс және оңтүстік жағында өндірістік мақсаттағы жерлер орналасқан. Кәсіпорын аумағына ең жақын тұрғын үй аймағы шығыс бағытта орналасқан және өндірістік алаңнан 1000 метрден астам қашықтықта орналасқан. Ең жақын жерүсті су нысаны Боралдай өзені. Ол кәсіпорын аумағының шығыс жағында орналасып, арақашықтықты шамамен 930 метрді құрайды. Технологиялық процесс кәсіпорын түсті металл сынықтары мен қалдықтарынан мыс және алюминий қорытпаларын өндіруге маманданған. Кәсіпорын аумағында өндірістік цех, шихта дайындау учаскесі, кожды ұсақтау учаскесі, кожды қайта тиеу учаскесі және түсті металл сынықтарын реттеуге арналған алаң орналасқан. Өндірістік цехта 2 газбен жұмыс істейтін мыс балқыту пеші және 1 газбен жұмыс істейтін алюминий балқыту пеші орналасқан. Өндірістік технологиялық процесс келесі негізгі кезеңдерден тұрады. Шикізатты қабылдау және дайындау. Кәсіпорынға жеткізілген мыс пен алюминий сынықтары алдымен шихта дайындау учаскесіне қабылданады. Бұл жерде шикізат түріне, сапасына және құрамына қарай сұрыпталады. Ірі көлемді металл сынықтары балқыту пешіне салуға қолайлы өлшемге келтірілу үшін бұрыштық тегістеуіштің болгарка көмегімен кесіледі. Дайындалған шикізат кейіннен балқыту процесіне жіберіледі. Металлды балқыту. Дайындалған мыс және алюминий сынықтары 2 газды мыс балқыту пешіне және 1 газды алюминий балқыту пешіне тиеледі. Пештерде отын ретінде табиғи газ пайдаланылады. Табиғи газдың жануы нәтижесінде металл қажетті температураға дейін қыздырылып, толықтай сұйық күйге өтеді. Балқытылған металл арнайы қалыптарға құйылып, дайын мыс және алюминий қорытпалары алынады. Пештер 2 регенераторлы жану жүйесімен жабдықталған. Бұл жүйе жану кезінде бөлінетін жылуды қайта пайдалану арқылы табиғи газ шығынын азайтады. Жабдықтың энергия тиімділігін арттырады және атмосфераға шығарылатын ластаушы заттардың мөлшерін төмендетуге мүмкіндік береді. Қожды өңдеу. Металлды балқыту барысында түзілетін қош арнайы учаскеге жеткізіліп, ұсақтау қондырғысында қажетті мөлшерге дейін майдаланады. Ұсақталған қош кейін қайта тиеу учаскесіне жіберіліп, одан әрі қарай өңдеуге немесе басқа өндірістік мақсаттарда пайдалануға беріледі. Газдарды тазарту жүйесі.
Балқыту пештерінен шығатын газдарды тазарту үшін жоғары тиімді рукавты сүзгілер қолданылады. Бұл сүзгілер шаң бөлшектерінің 99,9%-ға дейін ұстап қалып, атмосфераға шығарылатын шаң мөлшерін едәуір азайтады. Сүзгінің жұмыс істеу принципі шаң аралас газдың арнайы сүзгі қаптары арқылы өтуіне негізделген. Газ өткен кезде шаң бөлшектері сүзгі қаптарының бетінде жиналып қалады. Белгілі бір уақыт аралығында сүзгі автоматты түрде сығылған ауа импульсы арқылы тазартылып, оның тиімді жұмысын қамтамасыз етіледі. Қожды ұсақтау қондырғысынан бөлінетін шаңды азайту мақсатында ылғалды шаң ұстағыш қондырғы пайдаланылады. Бұл қондырғы шаң бөлшектерін сумен ұстап қалып, олардың атмосфераға таралуын тиімді түрде төмендетеді. Жалпы алғанда кәсіпорында қолданылатын технологиялық процесс мыс және алюминий қорытпаларын тиімді өндіруге мүмкіндік береді. Сонымен қатар энергияны үнемдеу, табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану және қоршаған ортаны қорғау саласындағы заманауи талаптардың сақталуын қамтамасыз етеді. Атмосфералық ауа кәсіпорын қызметінің қоршаған ортаға тигізетін негізгі әсерлерінің бірі атмосфералық ауаға ластаушы заттардың шығарылуы болып табылады. Атмосфералық ауаның ластануы өндірістік жабдықтардың жұмысы мен технологиялық процестердің орындалуы кезінде бөлінетін ластаушы заттардың ауаға таралуы нәтижесінде жүзеге асады. Пайдалану кезінде атмосфералық ауаға әсер ететін негізгі көздер ретінде 2 дана 2 регенераторлы газбен жұмыс істейтін мыс балқыту пеші, 1 дана 2 регенераторлы газбен жұмыс істейтін алюминий балқыту пеші, қожды ұсақтауға арналған ұсатқыш қондырғы, шихта дайындау учаскесі, металлды бұрыштық тегістеуіш пен кесу учаскесі, балқыту пештерінен шыққан қожды қайта тиеу учаскесі және ұсатқыштан кейінгі қожды қайта тиеу учаскесі қарастырылған. Жүргізілген түгендеу нәтижесінде кәсіпорын аумағында барлығы 7 ластаушы заттар шығару көзі анықталды. Оның ішінде 3 ұйымдастырылған және 4 ұйымдастырылмаған шығарынды көзі бар. Пайдалану кезінде кәсіпорын бойынша атмосфераға шығарылатын ластаушы заттардың жалпы көлемі 4-те 614, жылына 8-де 22,98 тоннаны құрайды. Атмосфералық ауаға жүргізілген есептеулердің нәтижелері бойынша кәсіпорынның пайдалану кезеңінде барлық ластаушы заттар бойынша гигиеналық нормативтердің сақталатыны анықталды. Есептік концентрациялар рұқсат етілген шекті мөлшерден аспайды. Сондықтан кәсіпорынның атмосфералық ауаға әсері қолданыстағы санитарлық экологиялық талаптарға сәйкес келеді. Жер беті және жер асты сулары. Кәсіпорын аумағына ең жақын жер үсті су нысаны Боралдай өзені. Ол кәсіпорын аумағының 930 метрден астам қашықтықта орналасқан. Жобаланатын кәсіпорынның қызметі аталған жер үсті су нысанына теріс әсер етпейді. Кәсіпорынның шаруашылық ауыз су қажеттілігіне жылына 81,5 метр куб су пайдаланылады. Өндірістік қажеттіліктер үшін техникалық су қолданылады. Өндіріс және тұтыну қалдықтары. Цехты пайдалану кезінде кәсіпорында 10 қызметкер жұмыс істейді. Қызметкерлердің тұрмыстық қызметі нәтижесінде жылына 0,75 тонна қатты тұрмыстық қалдық түзіледі. Ғимараттарды жарықтандыруда пайдаланатын шамдардың тозуы нәтижесінде жылына 0,01 тонна пайдаланылған шам қалдықтары түзіледі. Металлды балқыту процесі барысында қож түзіледі. Қож құрылыс және жол құрылысы салдарында кеңінен қолданылатын бағалы екінші реттік шикізат болып табылады. Жылдық қож түзілу көлемі 248 тонна құрайды. Қалдықтарды жинау және уақытша сақтау арнайы жабдықталған алаңдарда орнатылған металл контейнерлерге жүзеге асырылады. Кейіннен қалдықтар жасалған шарттар негізінде оларды кәдеге жаратуға немесе өңдеуге лицензиясы бар мамандандырылған ұйымдарға беріледі. Қалдықтарды сақтау талаптарын сақтау, қалдықтарды басқа жүйесін тиімді ұйымдастыру және арнайы контейнерлерді пайдалану қоршаған ортаға тигізуі мүмкін теріс әсерді барынша азайтуға мүмкіндік береді. Өсімдіктер және жануарлар әлемі. Жасыл желектерді бұзу мәжбүрлеп көшіру күтілмейді. Қызыл кітапқа енген жануарлар мен құстардың көбею және үй асалы орындары жоқ. Бірінші және екінші санаттағы объектілердің операторлары өндірістік экологиялық бақылауға жүзеге асыруға міндетті.
өндірістік экологиялық бақылау нәтижелері бойынша есептерді белгіленген тәртіппен қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органға ұсыну. Болды доклад бізде. Саламатсыздар. Сәлеметсіз. Саламатсыздар ма? Кешесте мен есті саят болады, агротехника өкілі. Мен сұрайын дегенім, жаңа басында Zoom конференция басылмай тұрып, сіздер төраға төрайым тағайындадыңыздар ма? Дауыс беру арқылы және хатшы тағайындалу керек еді. Бұл тыңдаудың ережелерді сайда, бұл сай болмаса, ертең басқарма бұл жаңа осы жиналысты заңсыз деп қабылдауыңыз. Соны орындалды ма, орындалмады ма? Орындалды. Видеоға түскен ғой, ертең түскен, қазір бәрінің қатысу парағы қазір толтырылады, бәрі қол қояды осы жерде қатысқандар. Сосын жаңағы халық арасында сұрақ қоятындар болса, өздерін таныстырып, содан кейін сұрақтар тұрғындар тарапынан сіздер осы жақта тұрамыз дедіңіздер ғой. Сіздерде сұрақ бар ма? Қандай сұрақтарыңыз бар, өздерің қойсаңыздар болады? Мысалы, сіздер ана қалдықтарды барып қайтадан өңдеу, пайдалану дейсіздер ғой. Кім хатшы кім бізде? Осы вопростар жазып тұрсаңызшы. Вопростар жазып тұрсаңыз, соның бәрін Сол қалған қалдықтарды біз тек қана немеге басқа жаққа оны жол жасау, оған соны қалай пайдаланады, оны барып сіздер оны қайтадан оны немеге оны переработка, соны отходтар соны барып не істейсіздер? Мысалы, оларды қайтадан оның экономикалық немеге құндылығы бар ма, әлде болмаса жай ғана соларға бере саласыңдар ма? Содан кейін сол қалған қалдықтарды кейін қай жаққа кеткенін контроль жасай аласыздар ма? Жауап берсем бола ма? Негізінен үш түрлі қалдық түзіледі бұл мекемеде. Біріншісі жаңағы ТБО дейміз, қалдықтар, яғни тұрғындардан, адамдардан шығатын былайша айтқанда кәдімгі мусор дейміз. Олар арнайы мекемелерге өткізіледі, оның ешқандай құндылығы жоқ. Және де бұл жерде әртүрлі лампалар, электрондық құрылғылардың қалдықтары. Оларды да арнайы полигондарға өткізіледі, оның да ешқандай былайша айтқанда құндылығы жоқ. Ал бірақ үшінші қалдық түрі қож деген шлак, яғни сол шлактар. Ол шығатын шлак, ол 248 тоннаға жылына шығады. Осы егер завод өзінің деңгейіне жұмыс істесе, ол көбінесе құрылыста пайдаланылатын шикізат болып есептеледі. Оның құны бар, оның яғни пайдасы бар қалдық. Ол жол салу және басқа да құрылыстарда пайдаланылады. Сол жерлерде ол бұны кейбір мекемелер белгілі бір құны бар, оны ақшаға сатса болады, немесе келісімшарт бойынша өткізсе болады. Яғни ол қайта пайдаланылатын шикізат болып есептеледі. Бұл өйткені бізде алаңдатып отырған себебі, мысалы кейбір зауыттарда сол қалдықтарды шығарады, апарып алдың шетіне барып немеге қараңғыда апарып төгге салады, содан кейін бізді ластайды. Сондай болмай ма деп, соның алдын алайын деп сұрайын деген бұл. Әрине түсінікті, егер де оның экономикалық құндылығы болатын болса, оны барып қайтадан өндіруден өткізіп, қайтадан жарататынына. Және басқа сұрағым жоқ. Рахмет. Тағы да сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтар жоқ екен. Кешіңіз сұрақ қойған сіз мені айтып жібересіз, аты жөніңізді хаттамаға енгізіп қояйын. Тұрдыбек Хамитбек. Рахмет. Жақсы. Тағы да сұрақтарыңыз болса қоя беріңіз. Басқа сұрақтар жоқ екен. Онда құрметті қатысушылар, осымен мынау бүгінгі жиынымыз жабық деп жариялаймыз. Қазір осы жерде қатысушыларымыздың барлықтарымыз хаттамаға қол қойып, тұрғындар тарапынан да қол қоятын боламыз. Сосын сіздер ары қарай жаңағы неге өтесіздер ғой? Протокол. Рахмет, жақсы. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар, рахмет. Мына жерге аты жөніңізді жазып, мына жерге фамилия,
потом кім? Сіз председатель деп тоже қойып қоясыз да? Ага, фамилия. Фамилия инициал. Инициал, ага. И секретарь собрания сіз қойып қоясыз, и председатель қояды.